Ұстаздар күні қарсаңында еліміздің ең үздік ұстаздары 2 миллион 700 мың теңге иеленді. Республика көлемінде өткен сайысқа Қазақстанның түкпір-түкпірінен 143 мұғалім қатысқан. Олардың 64-і жеңімпаз атанды. Бұл сайыста біздің өңірде жеңіске жеткен ұстаздар кім? Келесі сюжеттен көрейік. Дарынды балаларға арналған Абай атындағы гимназия үшін жаңа оқу жылы жемісті басталды. Білім ордасының педагогы, география пәнінің мұғалімі Серік Балықбайұлы республикалық сайыстан үздік педагог 2020 атағына ие болып, қанжығасына 2 миллион 700 мың теңгені байлады. Бүгінгі күнге дейін ұстаздық жолда 10 жыл қызмет етеді. Осы уақыт аралығында алтын уақытын шәкірт тәрбиесі мен біліміне арнаған мұғалімнің жанған еңбегінің жемісі болды. Елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында жаңағы марапатты Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің қолынан алған болатынбыз. Осы мектептің ұстаздарының бұл жеңіске елеулі үлесін қосқан шәкірттерінің, мені үнемі қолдап жүрген отбасының және тұтастай Павлодар облысының білім беру саласының жеңісі деп білемін. Серік Балықбайұлының бүгінгі мамандығы оның бала күнгі арманы. Бұл жолды таңдауға мектептегі мұғалімдері себепкер болғанын айтып өтті. Ұлағатты ұстаздары оның тұлға болып жетілуіне зор үлес қосқан. Сөйтіп есейген шағында еш ойланбастан ұрпақ тәрбиелеу бағытында білімін шыңдауға бел буған. 10 жыл еңбек өтілімінің 4 жылын туған мектебіне арнаған. Бүгінгі Серік Балықбайұлының марапаты ол тек қана ұстаздың ғана емес, ол мектептің үлкен абыройын көтеріп тұрған дәреже деп қабылдауымыз керек. Бұл әсіресе жас мұғалімдерге үлкен мотивация берді. Қазір біздің ортамызда өте жас мұғалімдер өте көп. Солардың барлығы Серік Балықбайұлға қарап бой түзеп, тәжірибе алмасуға, тәжірибе үйренуге ықылас танытып отыр. Кейіпкеріміз кейінгі 6 жылында Абай атындағы дарынды балаларға арналған гимназияда қызмет етеді. Осы білім ордасында кәсіби тұрғыда жетіліп, шәкірттері талай жеңіс тұғырынан көрінген. Ұстаздық бір арман, үлкен белес, енді әрбір ұстаздың үлкен арманы деп айтуға болады. Сондықтан әрине ондай сайысқа қатысу мен үшін де бір сынақ, өз күшімді сынау, және өз дәрежемді көрсете білу деп түсінемін. Айта кетейік, биылғы республикалық үздік педагог атағына облысымыздың 4 мұғалімі ие болып, 2 миллион 700 мың теңге қаражат алды. Осы ретте ұрпақ тәрбиесіне жол ашқан ұстаздар қауымына мемлекет тарапынан қолдау барынша жасалып жатқанын айтып өткен жөн. Мөлдір Сағидолла, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.